Ассалаумағалейкум, армысыздар, санаға сәуленің аса құрметті тыңдармандары. Алдарыңызда еттегідей педагог қоғам белсендісі Жұмабек Әлімханұлы. Қасиетті ораза айында ұстап жатқан оразаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Референдум маңызды ма, әлде реформа маңызды ма? Бұл сұрақ бүгін көпшілікті ойландырады. Референдум демократиялық шешімдер қабылдаудың тетігі екендігі рас. Және оны іске асырудың ең басты механизмі. Десе де, кез келген саяси рәсімдердің құндылығы оның нәтижесімен өлшенеді. Қоғамға ең бастысы қағаздағы өзгеріс емес, өмірдегі өзгеріс керек. Халықтың қалауы экономика, білім, денсаулық, әлеуметтік теңдік сынды күнделікті өмірге тіке ықпал ететін іргелі реформалар болса керек. Құрметті санаға сәуленің тыңдармандары, референдум жасау әрине барлық әлемдегі демократиялық бетбұрыс жасайтын елдер үшін халықтың қалауына сай бір оң өзгерістер мен шешімдер және іргелі реформалар қабылдау үшін қажетті қадам екендігі айтпаса да белгілі. Енді біз еліміздің Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бергі тарихтағы референдумдарға қысқаша тоқталып өтейік. Тәуелсіз Қазақстан тарихында 1991 жылдан дәл қазірге дейін 4 рет референдум өткізілді. Атап айтар болсақ, бірінші референдум 1995 жылы 29 сәуірде президенттік өкілеттілікті ұзарту жөнінде. Сол кезде ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттілігін 2000 жылға дейін ұзартуға келісесіз бе деген сұрақпенен қоғам назарына ұсынылды. Нәтижесінде референдумға дауыс берушілердің 95,5% қолдап дауыс бергені мәлім болған. Ал енді екінші реткі референдум іле-шала дәл сол жылы, яғни 1995 жылы 30 тамыз күні жаңа конституцияны қабылдау жөнінде өткізілген, және сол референдумға дауыс берушілердің 90% қолдап дауыс берген. Одан кейінгі үшінші референдум 2022 жылы жаңа Қазақстан кезеңіндегі 5 мамыр конституцияға түзетулер енгізу жөнінде өткізілді. Бұл 1995 жылдан кейінгі бірінші референдум деп ресми түрде Қазақстан телеарнасында айтылды. Және дауыс берушілердің 77% қолдап дауыс берген. Дауыс беруге жасында адамдардың жалпы дауыс берушілердің 68% осы референдумға қатынасқан деп хабарланды. Ол ақпараттарды барлықтарыңыздың естеріңізде болады, десе де арада мәлім уақыт өткеннен кейін ұмыта бастағанда шығармыз. Енді соны еске салу ретінде айтып отырмын. Төртінші референдум 2024 жылы 6 қазан күні АЭС, яғни атом электр станциясын салу туралы өткізілді. Яғни атом электр станциясын салуға келісесіз бе деген сұрақ бойынша қоғам назарына ұсынылып, осы референдумға дауыс берушілердің 71% деп қолдап дауыс берді деп хабарланды.
Сонымен дәл қазірге дейін осындай 4 референдум өткізіліп, енді біз 5-ші референдумды күтіп отырмыз. Балықтарыңызға белгілі, ата заңымызға, яғни конституцияға реформалар жасалып, 84% реформаланды деп айтты осы конституциялық комиссияның мүшелері. Және көптеген баптар өзгертілді. Барлығы толық қазақ тілінде алғаш қабылданған конституция болғалы тұр деді. Халықтың 99% қолдап үлгерді, тек ішінара баптарына ғана келіспеушіліктерін білдірді дейді. Сол конституция комиссиясының құрамындағы негізгі мүшелерін жаңа 130 адамнан тұрады екен. Осылай мәлімделді. Ол енді өткен шығарылымда да айтып өткен болатынмын. Содан барып, мінекей, іле-шала осы жаңағы реформалар жасалып бола сала қысқа уақыттың ішінде алдымыздағы осы наурыз айының 15 күні референдум өткізілетін болып, ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жарлыққа қол қойды. Оны барлықтарыңыз көріп біліп отырсыздар. Енді бұған бөлінетін қаражатта мөлшері анықталыпты 27, яғни 28 миллиард теңге. Мінекей, осындай 5-ші кезекте референдумды күтіп отырмыз. Осы уақытқа дейінгі 4 ретке референдумның ескі Қазақстан кезіндегі ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тұсындағы өткізілген жаңағы 2 референдумға қанша қаражат кеткенін ресми ақпараттардан енді анықтай ала қойған жоқпыз. Неше 100 миллиондаған теңге жұмсалды делінген дерек көзге шалынды. Ал енді жаңа Қазақстан кезеңіндегі 2 ретке референдум өткізілгені, оған бас аяғы бір 24 миллиард теңгедей қаражат жұмсалды. Кешіріңіздер, 24 емес, 34 миллиардтай теңге қаражат шығындалды дейді. Енді осы алдымыздағы 15 наурыз өткізілетін референдумға жаңағы айтқанымдай 20,8 миллиард теңге қаражат. Жалпы осы жаңа Қазақстан кезеңіндегі өткізілетін осындағы 3 референдум үшін 52 миллиард теңгенің үстінде қаражат жұмсалады екен. Әрине, референдум өткізу деген оңай іс шара емес екендігі белгілі. Осындай қомақты қаражаттар жұмсалады. Илайым сондай жұмсалған қаражаттар өзін ақтайтындай реформаға айналама. Енді референдум өткізу деген мақсат қоғамға оң өзгерістер әкелу. Ұлттық елдік мүдде аясында елдің ертеңі үшін дұрыс қадамдар жасау. Ол белгілі. Демократиялық құндылықтар, кісілік принциптер, жалпы халықтың әл-ауқатын жақсарту, әлеуметтік теңдікті орнату, осындай жағдайда жасалады референдум. Халықтың назарына ұсынылып сондай қабылданатын. Белгілі, бұл енді әлемдік тәртіп. Әрине, оның ең бастысы халыққа керегі нақты нәтижесі. Сол алдыңғы кезекте өткізілген референдумдардан қандай нәтиже болып жатыр? Енді заң өзгерістер мен толықтырулар енгізудегі нәтижеге көпшіліктің көңілі көп екенін білеміз. Көптеген қоғам қайраткерлері, саясаткерлеріміз, жаңа заңгерлеріміз, барлығында қоғам белсенділері болсын, көз ашық көкірек ояу, ел ертеңіне өте елеңдейтін азаматтарымыз бен азаматшаларымыз осы заңға қатысты толықтырулар мен өзгерістердің өте көп болғандығын, әзірге дейін 1100 рет өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бұл бастауыш сынып баласының шимай дәптеріне айналып кетті дегендей айтылды. Оны да жоғары өткенде видеоларында айтқанмын. Яғни Қытайдың әйгілі идеологы кезіндегі Конфуций ма, қателеспесем, бір айтқан сөзі бар. Оны да өткенде видеода айта кеткен едім. Сонымен енді бұл референдумның барлығында заңға қатысты оң нәтиже берді. Халыққа бір тиімді,
ел мүддесіне қызмет жасайтындай болды деп ауыз толтырып айтатындай үлкен нәтиже көре алмаған көпшіліктің көңілі күпті. Енді мына жаңа жасақталып жатқан жаңа 35 жылдан кейінгі сондай бір сындарлы кезеңде мынау дүние алмағайып қысқа күнде 40 құбылған күрделі геосаяси жағдайда жасақталып жатқан, жаңартылып жатқан, реформаланған ата заңымызға да айтылған сындар аз емес. Енді оны да естіп біліп көріп отырсыздар. Тәуелсіз медиалар бұны талқылады. Жаңа үлкен танымал тұлғаларымыз, саясаткерлеріміз, қоғам қайраткерлері оған ашық сын пікірлерін айтты, ұсыныстарын жолдады. Енді сол заңға қатысты осы референдумдардан халыққа сондай бір оң реформалар болса, ел тұрмысын, мемлекет мүддесін көзде ұстайтын, соны қорғайтын, сақтайтын, және соған жұмсалған қаражатты ақтайтын, тіпті еселеп қайтаратын, шынымен де қоғамға әлеуметтік теңдік орнататын, жаңа демократиялық құндылықтарға сай кісілік принциптер сақталатын әділ заң салтанат құратын болса, керемет-ақ, қуана қолдаймыз әрине. Барлығымыздың күткеніміз де, діттегеніміз осы емес пе? Қарапайым халыққа керегі күнделікті өмір сапасының жақсаруы, әл-ауқатының артуы, білім беру саласының сапалануы, денсаулық сақтау саласының көтерілуі, жалпы зат бағасының тұрақтануы, өндірістік әлеуетінің артуы, мемлекеттің отандық өнімдерінің көбеюі, және кәсіпкерлеріміздің қолдауға ие болуы, сөз жүзінде емес, іс жүзінде, реал өмірде осының бәрі көрініс тауып жатса, керемет-ақ. Сосын әділ сайлаудың өтуі, шынымен де жаңағы халықтың үнін тыңдайтын үкімет, ықпалды парламент болып жатса, міне нағыз жаңа Қазақстан деп жұрт алақайлап қол соғатын еді-ау. Рас, күтеріміз сол емес пе? Енді осы референдум соған бір үміт ұшқынын сыйлайтындай, соған жол ашатындай, бір оң өзгеріс әкелетіндей, жаңағы референдум шынымен де халық қалауына сай жақсы нәтиже беретін реформаға жалғасып жатса, керемет-ақ еді ғой. Әрине, оны көпшіліктің ішінде халықтың енді көңілі күпті. Кейбір баптарға келген кезде көп келіспеушіліктер айтылып жатыр. Үлкен заңгерлер, саясаткерлер, жаңа тәуелсіз медиаларда талқылауда, ара медиасында да өздеріңіз естіп көріп отырсыздар. Қауырт суыт сондай бір сұхбаттар жүріп жатты. Заңгерлер талқылап айтып жатты, кейбір баптардың нақты ұсыныс пікірлерін білдірді. Ашты болса да шындықты аямай айтты. Әрине, олар өздері үшін айтып отырған жоқ, ұлттық елдік мүдде үшін ескертіп айтып отыр. Бұл мемлекетке жаңашылықтан айтылып жатыр. Оның бәрін билік басындағы жаңа депутаттарынан тартып, ары қарай министрлер бар, ел президентіне дейін құлақ асып тыңдауы керек. Сол үшін де жаңа ашық форматты өткізуге пәрмен берілмеді ме? Ендігісін уақыттың еншісінде, осыдан өткеннен кейін, референдумнан кейін қабылданған ата заңымызда сол депутаттарымыз түсіндіріп жүргендей, соның конституциялық комиссия мүшелері қуана жар салып айтқандай, шынымен де халықтың 99%-ның қолдауына ие болғандай болса, енді онда 99% нәтиже көрсетеді деп сенейік. Сіздер қалай ойлайсыздар? Референдумда өткізуге қарсы бойкот жариялап жатқан азаматтар да бар. Әрине, ол азаматтық қоғам қалыптастырып, демократиялық құндылықтарға қадам тастаған ел үшін айтқанда, зайырлы, жаңа ата заңда белгіленген демократиялы, құқықтық мемлекет екендігіміз рас болатын болса, ол сайлану құқығы бар азаматтар үшін айтқанда, жалпы
халық өзі шешу керек. Әрине, әрбір азамат жаңағы референдумға бара ма, бармай ма, бойкот жариялай ма, қарсылығын білдіре ма, жоқ қолдай ма, оның барлығы заңдық құқықтық зайырлы мемлекет үшін осылай болады да, дұрыс та. Әркімнің ол өзінің құқы, азаматтық құқы. Азаматтық қоғам үшін әр азаматтың азаматтық құқы осылай. Оны әзірден айтылып жатыр, жазылып жатыр әлеуметтік желілерде. Оны көріп біліп отыр деп ойлаймыз. Онда назарға алады деп сенеміз. Сондықтан референдум әділ өтеді деп ойлаймыз. Оған да көп уақыт қалған жоқ қой міне. Бір 25 күндей уақыт қалды. Сол санаулы уақыттан кейін біз қалай өткеніне куә боламыз. Жақсы, бәрімізде осы азаматтық қоғам қалыптастыруға атсалысып жүрміз. Кез келген референдум нәтижесі халыққа, мемлекет мүддесіне, ел ертеңіне оң өзгерістер әкелетін реформа болғаны құба-құп. Бәріміздің күтеріміз сол. Бүгінгі айтпағым осы еді. Құрметті Санаға Сәуленің саналы тыңдармандары, барлықтарыңыз атсалысып, комментарий жазып, бөлісіп, таратып отырыңыздар. Және құнды ұсыныс пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқимын. Және өздеріңізбен кері байланыста боламын. Барлығымыздың күтеріміз көп. Жаңағы осы 5-ші кезекте референдумнан еліміздің ертеңіне бір кереметтей игі оң ықпал ететін реформалар жалғасын тапса деген тілектеміз, ниеттеміз. Барлығымыздың арманымызда сол, құлшынысымызда сол, азаматтық қоғам қалыптасуының жаңағы ата заңымыздағы бекітілген 1-ші бабында тұрған зайырлы құқықтық мемлекет екендігімізді соған сай қағаз жүзінде емес, кәдімгі іс жүзінде, реал өмірде іске асыруға бәріміз атсалысу керекпіз әрине. Бұл жерде ешкім бас артық жаңағы арандатушылық, қоғамға бір агрессия болмаса, басқа мақсатта жазып жатқан жоқ. Саналы, сауатты түрде ашық форматтағы осындай заңды реформалауға барынша атсалысты. Ендігісі ел билігіне сын деп ойлаймыз. Ел билігі халықтың талабына, ұсынысына құлақ асып, мемлекет мүддесі үшін, халық игілігі үшін өткізгелі отырған болса, осы референдумда, онда әділ дауыс беруді қадағалап, жаңағы әділ, ашық өткізеді деп сенім артайық. Ал сол сенімімізді ақтау және сол сенімімізге селкеу түспеуі, түсірмеуі осыны ұйымдастырып жатқан, өткізгелі жатқан ел билігіне сын. Әрине, сыннан сүрінбей өтулеріне тілектеспіз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті ағайындар, барлықтарыңызға, әр отбасыларыңызға жақсылық тілеймін. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Ең бастысы, жаратушының көзі оң болсын, еліміздің ертеңі жөн болсын. Түрлі қауіп қатерден, бәле-жаладан, жаңағы арандатушылықтан, жаңағы түрлі соғыс, індет жағдайлардан, апаттардан, жарас апаттардан Құдай өзі сақтасын, амандық болсын. Бәрімізде сақтансаң сақтаймын деген сақтануға атсалысқанымыз жақсы. Сау саламат болыңыздар. Барынша жазылыңыздар, каналды қолдай кетіңіздер, таратып отырыңыздар. Бәріміз біріміз үшін, бәріміз үшін болайық. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос деген ұлы дана Абай атамыз. Ұлтқа қызмет көрсету білімнен емес, мінезден деген Алаш көсемі, ұлт көсемі Әлихан Бөкейханов. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, күшті болу үшін бірлік керек,
осы керектердің жолында еңбек ету керек деп ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов айтқан. Осы ұлыларымыздан қалған даналыққа барлығымыз бас иеміз, және сол даналық негізінде өзімізді болмасақ та ұқсап бағуға тырысамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі көріскенше, өздеріңізбенен тағы да ой бөліскенше амандық саулық болсын.